үлкен өнер мерекесі басталғалы жатыр. Алтын көз биыл ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы. Сондықтан Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі биыл осы елордамыздағы театрларымыздың басын қосып және мынау көршілес Ресей мемлекетінен театрлар қатысуға өздері ықылас білдірді. Сондықтан 14 театр ұжымының қатысуымен осындай керемет театрал деген халықаралық театр фестивалі өткізіліп жатыр. Бүгін салтанатты ашылуы. Театр апталығын өткізейін деп жатырмыз. Өте қуантатын нәрсе, фестивальдің басты мақсаты еліміздің театр өнерін дамыту және қолдау, тәжірибе алмасу және елордамызды Еуразияның рухани орталығына айналдыру болып табылады. Фестивальге қаламыздың 12 театры және 2 шақырылған шетелдік театр қатысады. В рамках проекта для участников фестиваля запланировано проведение мастер-классов. В период проведения фестиваля участники, а также все жители и гости столицы могут посетить выставку современного искусства Байтеректе и выставку галереи изобразительного искусства Лейлы Махат. Все спектакли, постановки и вход в храмы культуры на спектакле будет осуществляться через программу «Ашах» однозначно и с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований. Такой большой праздник, особенно это для молодежи, для наших студентов. Я думаю, за эти дни они получат, студенты, молодежь и мы, артисты, большой мастер-класс. Я благодарю Акиму и правительству этого города, что они начали такой фестиваль, потому что мне очень нравится и название этого фестиваля «Театрал». Театрал – это вы, это я, все. Людям и зрителям нужен театр.